Әл-Бақара сүресі 9-18 аяттар. Ондай пақырлар Алланы және иман келтіргендерді алдағылары келеді. Бірақ олар өздерін алдап жүргендерін сезбейді. Ондайлардың жүректерінде дерт бар. Алла олардың сол дерттерін тек асқындыра түседі. Жалған сөйлегендерінің сазайы ауыр азап. Егер оларға жер бетінде бұзақылық жасамаңдар делінсе, олар біз тек түзеушілерміз дейді. Олар нағыз бұзақылар, бірақ өздері соны сезбейді. Егер де оларға мұсылмандар сияқты иманға келіңдер деп айтылса, олар ақмақтар секілді біз де сенуіміз керек пе дейді. Жоқ деймін. Ақиқатында олардың өздері ақмақ. Өздері соны білмейді. Егер де олар иман келтіргендерге жолға қалса, біз иман келтіргенбіз дейді. Ал егер шайтандарымен жеке қалса, біз сендермен біргеміз. Шындығында біз әшейін мазақ қылып жүрміз деседі. Алла олардың өздерін мазаққа ұшыратады. Жасаған теріс істерін арттыра түсіп, мәңгірген күйде түсіреді. Олар Құдайдың тура жолын адасқан жолға айырбастап алғандар. Алайда бұндай саудалары оларға ешқандай да табыс әкелмеді. Осындай әрекеттерінің кесірінен нағыз дұрыс жолдан адасып қалды. Олар қараңғы түнде от жаққан адамға ұқсайды. Лаулаған жалын айналаны енді жарық қылғанда, Алла оның сәулесін өшіріп, қара түнекте қалдырған жан сияқты. Олар көрмейді. Олар саңырау, мылқау, көрсоқыр, сондықтан да Құдайға апарар тура жолды таба алмайды.